барсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Алла разы болсын. Егер сіз қарызға белшеден батып қиналып жүрсеңіз, Әл-Карим есіммен хайырлы бір сағатта күн сайын 1000 рет оқып отырыңыз. Ей мейірім, нығмет, игілік беретін, молынан беретін Аллам Әл-Карим. Осылай Әл-Карим есімін күнделікті шамаңыз жеткенше оқуыңызға болады. Сонымен қатар осы аяттарды да күнделікті оқып жүріңіз. Осы дұғалар міндетті түрде көмектеседі. Егер олар бет бұрса, маған Алла жеткілікті. Одан басқа тәңір жоқ. Мен оған сенім арттым. Ұлы аршының Раббысы. Қатар келесі аятты да оқуға кеңес беремін. Баласы жоқ, мал-мүлкінде серігі жоқ, қорлық пен дәрменсіздік салдарынан көмекшіге мұқтаж болмайтын Аллаға мақтаулар болсын деп тәкбір айтып пәктеңіз.